Исабыл мамандандырылған дарын мектеп-интернаты 7 сынып оқушысы. Мен Жетілау Айбек. Мен Құрманай Кәусар. Біздің ғылыми жұмысымыздың жетекшісі Алиманов Олжас Ретбаевич. Ғылыми жұмыстың тақырыбы дәрежелі санның соңғы цифрын табу жолдары. Жұмыстың мақсаты есептегіш құралдардың көмегінсіз оң нақты санның кез келген дәрежесін табудың жолдарын зерттеу, және де математикалық сауаттылықта келетін дәрежелі санның соңғы цифрын табу жолдарын құрастыру. Дәреже ұғымын нақты да түсіндірмелі етіп түсіндіру. Жұмыстың өзектігі дәреженің көп жерлерде қарастырмайды, яғни оқулықтарда көбінесе жазылмайды, бірақ олимпиада, оқытуда, ғылыми жұмыс жасауда қолданылып үйрену маңызды болып келеді. Дәрежелі санның қандай санмен аяқталатынын анықтау. А, Б, С, Д санының НМК дәрежелі саны берілсін. Алдымен осы санның соңғы цифрын анықтау үшін дәрежелі санның негізінде тұрған көп таңбалы санның бірлігінде тұрған санын алып, және оның дәрежесіне дәрежеде тұрған көп таңбалы санның соңғы екі цифрын ғана алып есепті оңтайландырып аламыз. Сонда Д, МК дәрежелі саны қалады. 0, 1, 5, 6 цифрларымен аяқталған сандардың кез келген дәрежесі осы цифрлардың өзімен аяқталады. 4 толық цифрларымен аяқталған сандардың жоқ немесе тақ дәрежесіне қарай екі түрлі цифрмен аяқталады. Дәрежесі тақ болып, оны 4-ке бөлгенде соңғы аяқталатын цифры 4 болады. Ал жоқ болғанда соңғы аяқталатын цифр 6. Тоғыз санында да тура солай. Тақ болғанда 9, жоқ болғанда 1. 2, 3, 7, 8 цифрлармен аяқталған сандардың кез келген дәрежесін тапқанда пайда болған сан келесідей цифрлармен аяқталады. Оған мысалымыз 2018 жылдың 2018-дің 2017 дәрежелі санының ең соңғы цифрын табыңыз. Оның шешуі былай: жоғарыда айтылып өткен ережелерге сүйене отырып 2018-дің 2017 дәрежелі санын 8-дің 17 дәрежелі санға түрлендіріп алайық. 7 саны 4-ке бөлгенде бір қалдық қалатыны анық. Олар болса 8-дің 1 дәрежелі болады. Жауабы 8. Дәрежелі санның соңғы екі цифрын анықтаудың 4 әдісі бар. Бірге аяқталған сандардың соңғы екі цифры, 3, 7 және 9-ға аяқталған сандардың соңғы екі цифры, 2, 4, 6 және 8-ға аяқталған сандардың екі цифры, 5-ге аяқталған сандардың соңғы екі цифры. Бірге аяқталған сандардың соңғы екі цифры, ондық цифрды алу үшін санның ондығындағы цифрды дәреженің бірлігіне көбейтеміз. Бірлік цифр әрқашан бірдің өзі болады. Мысалы, 31-дің 426 дәрежелі санның соңғы екі цифрын табайық. Соңғы екі цифры 81-ге тең болады. 3, 7 және 9-ға аяқталған сандардың соңғы екі цифры. 3, 7 және 9-ға аяқталатын сандардың соңғы екі цифрын табу үшін ол сандарды бірге аяқталатын санға түрлендіруіміз керек. 2, 4, 6 және 8-ге аяқталған сандардың соңғы екі цифры. Кез келген дәрежесі әрқашан тек өзі аяқталатын жалғыз жұп сан бар. Яғни 76-ға аяқталатын кез келген дәрежесі 76-ға аяқталады. Сондықтан біздің мақсатымыз жұп сандар үшін соңғы екі цифры 76-ға аяқталатындай етіп алу. 5-ке аяқталатын сандардың соңғы екі цифры. Егер ондықта тұрған цифр тақ болса және дәрежеде тақ болса, онда ол сан 75-ке аяқталады. Немесе жұп болса 25-ке аяқталады. Егер ондықта тұрған цифр жұп болса және дәреже тақ болса, онда ол 25-ке аяқталады. Жұп болса да 25-ке аяқталатын болады. Қорытынды: дәрежелі сандардың соңғы цифрын табу жолдарын қарастырып, олардың соңғы екі цифрын табудың жолдарын қарастырдық. Оларды бір алгоритмдік жүйеге келтіріп, нақты анықтамалы ережелерін жаздық. Назарларыңызға рахмет.